Дін мен дәстүр ол егіз ұғым. Қасиетті Құранда Алла Тағала айтады: мен сендерді бір ер мен бір әйел етіп жараттым дейді. Және сендерді ұлттар мен ұлыстарға бөлдім, бір-бірлеріңді танып білулерің үшін дейді. Мұсылман адам ол өзінің дінін ұстану керек, бірақ дәстүріне де бекем болу керек. Өйткені адам келесі бір мұсылманды қалай құрмет қылса, оның дәл солай дәстүрін де, наным сенімін де құрметтеу керек екен. Дін ол ешқашан дәстүрден бізді алшақ жүр демейді. Өйткені бізде дәстүрлі дініміз деп айтамыз. Абу Ханифа мазхабында біздің бабаларымыз жеткізген дәстүрді қарайтын болсақ, біздің ұстанымызбен екеуі ұштасады. Қай дәстүрімізді алмасақ та, бесікке салу, келіннің сәлем беруі, бұның барлығы дінімізде бар нәрсе. Сол үшін де дінді дәстүрден бөлек деп айта алмайды. Мұсылман адам дініне де, дәстүріне де берік болу керек екен.